Сәлеметсіздер ме? Менің анашымның асханасына қош келдіңіздер. Бүгін біз өте дәмді көше нандар пісіретін боламыз. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте дәмді әрі керемет, жұмсақ болып шығады. Ең алдымен ыдысымызға суымызды құйып аламыз. Суымыз міндетті түрде жылы болуы қажет. Содан соң тұзымызды саламыз. Тұзымыз 2 шай қасық. Содан соң ашытқымызды саламыз. Ашытқымыз 1 қасық. Және де қант. Қантымыз 2 шай қасық. Содан соң сұйық майымызды құямыз. Сұйық майымыз кішкене ғана. Және де қаймақты сүтімізді құйып араластырамыз. Ұнымызды саламыз. Араластырамыз. Содан соң қолымызды сұйық маймен майлап, жақсылап билеп аламыз. Дайын болған қамырымызды бетін жауып, пищевой пленкамен ашытуға жібереміз. Мінекей, қамырымыз дайын болды. Дайын болған қамырымызды 2 немесе 3 бөлікке бөлеміз. Пергамент қағазымызды төсеп, қамырларымызды саламыз. Көтерілгенше бетін жауып қоямыз. Мінекей, қамырымыздың беті көтерілді. Бармақтарымызбен үстін басып аламыз. Сүт пен жұмыртқа қосылған қоспамызды қамырымызға жағып, үстіне күнжіт себеміз. Мінекей, көше нандарымыз дайын болды. Керемет болып шықты. Әрі жұмсақ. Ас болсын.